Песочный тестадан өте дәмді әрі жұмсақ болып пісетін самса пісіреміз. Бұның слоеный тестадан жасалған самсадан артықшылығы сіздің көп уақытыңызды алмайды. Қамыры және үй жағдайында оп-оңай жолмен дайындалады. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ұнымыздың үстінен сары майымызды, шым-шым тұзымызды саламыз және үстінен жұмыртқаны, қаймақты қосып, осылай қолымызбен қамыр илейміз. Бұл өте оңай. Бір-бірден қосып, араластырып отырмайсыздар, барлығын бірден салып жіберіп, бірден қамыр илейміз. Міне осындай қолға жабыспайтын қамыр дайын болады. Енді бұны салфа мешокқа салып, холодильникке қалдырамыз. Мен ет тартқыштан етімді дайындап алдым. Соған осылай пиязымызды кубиктап, ұсақ-ұсақ қылып турап аламыз. Етпен жасасаңыздар да болады. Енді бұны фаршымыздың үстінен саламыз. Мен және бір картоп қостым. Сіздер қосу, қоспа өз еріктеріңіз. Мен балдарым картоп қосылғанды ұнатады, сол себепті осылай қостым. Бұны да ұсақтап, кубиктап турап аламыз. Енді дәмдеуіштерімізді қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, қызыл бұрыш және де өзіңіздің қалаған дәмдеуішіңізді қосып, осылай қолымызбен умаждап араластыратын боламыз. Бізде міне начинкамыз дайын болды. Енді манағы холодильниктен қамырымызды шығарамыз. Үстінен аздап ұн сеуіп, осылай жгут жасаймыз. Енді оны осылай бөліктерге бөліп аламыз. Өздеріңіздің ыңғайыңызға қарап формамен. Мен 45 граммнан алдым әрбіреуін. Сіздер, менде орташа үлкендікте болды. Қатты үлкенде емес, қатты кішкентай де емес. Егерде менікінен де кішкентай болсын десеңіздер, көлемін кішірейтіп алуға болады. Қазіргі күнде слоеный тестаны қолмен жасау көп уақытыңызды алады. Ал сатып алайын десеңіз, өте қымбат. Ал бұл қол жетімді әрі көп уақытыңызды алмайды, оп-оңай жолмен дайындалады. Сол себепті дәл осылай дайындап көруге сіздерге кеңес беремін. Енді осылай бір-бірден оқтаудың көмегімен жайып аламыз да, начинкамызды қосып, екі бүктеп, осылай жан-жағын бортик жасап осылай айналдырып шығамыз. Өзіңіздің қалаған формаңызда жасайсыз, 3 бұрыш қылып жасасаңыз да мейлі. Міне бізде самсаларымыз дайын болды. Жарты бөлігін, формаға сыймаған бөлігін бетін жауып қалдырамыз. Енді самсаларымыздың бетінен осылай жұмыртқаны жағып шығамыз. Сарысын жақсаңыздар да болады. Үстінен әрлеп әдемі болу үшін кунжут септім. Енді қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп аламыз. Міне қараңыздар. Өте дәмді, сочный болып шығады. Іші толған начинка, тойымды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған сандуғаш менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.